Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Көңіл-күйлерің тамаша ма? Ал ендеше сабақты бастайық. Бүгін біз жиын тақырыбын әрі қарай жалғастыратын боламыз. Ең бірінші, біз нейрогимнастика жаттығудан бастағанды жөн санаймыз, дұрыс па? Ал кәнеки 2 және де 0. Бір мезетте екі қолымыздың саусақтарын ауыстырамыз. Жарайсың. Бұрыннан қарағанда кәдімгідей үйреніп қалдың ба? Тамаша. Ал саңырау құлақ, алаңқай. Ауыстырамыз. Бір мезетте. Тамаша, керемет. Ал енді сабақты бастау үшін кітап, дәптеріңді, керекті құрал жабдықтарыңның барлығын түгендеп отыра ғой. Біз бүгін жиындарды салыстыруды өтетін боламыз. Жиындарды салыстырған кезде балалар, олардың қандай элементтерден тұратынын және элементтер санын ескеруіміз керек. Ал кәнеке ең бірінші мына тап және салыстыр деген тапсырмаға қарай ғой. Ненің суретін көріп тұрмыз? Доптың, бақ-бақ гүлдің, қызанақтың, сосын күннің, сары алманың және қиярдың суретін көріп тұрмыз. Кәнеке, осы суретте біз қандай жиындарды жинап алсақ болады? Ойлана ғой. Мысалы, сары түсті деп түсіне қарай жиын құрсақ бола ма? Я, әрине болады. Бақ-бақ гүл, күн және сары алманы бір жиын қылсақ болады екен, я? Жарайды. Мысалы, екінші қандай жиын қылсақ болады? Думалақ нәрселер деп сол белгісіне қарай жиындар құрсақ бола ма? Я, болады. Мысалы, доп, бақ-бақ гүл, күн, алма және қызанақ, олардың барлығы пішіндеріне сәйкес бір жиынға жатуы мүмкін. Ал енді осы бірінші жиын мен екінші жиынды салыстырып көрейік. Жиында сары алма, күн және бақ-бақ гүл қайталанады. Бірақ екінші жиында доп пен қызанақ көп, дұрыс па? Яғни бізде екінші жиын бірінші жиынға қарағанда артық боп тұр. Себебі элемент саны артық боп тұр, дұрыс па? Тамаша. Енді мына сана және салыстыр деген тапсырмада бізде жиындарды элементтер саны бойынша салыстыруымыз керек. Қарай қойыңдар. Бірінші суретте қанша блокнот көрсетілген санаймыз? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Иә, біріншісінде 7 екен. Ал екіншісін санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ақ блокнот және де көк блокноттан қанша екен? 1 екен. Қандай айырмашылық көріп тұрмыз? Я, мына екі жиындағы элементтер ақ блокноттар бірдей, бірақ екінші жиында бір көк блокнот артық. Яғни екінші жиын бірінші жиынға қарағанда үлкен болатыны белгілі. Балалар, сонымен қатар сендерді тең жиындар деген ұғыммен таныстырып кеткім келеді. Тең жиындар дегеніміз жиындардағы элементтер де және элементтерінің саны да бірдей болған жағдайда ол екі жиын бір-біріне тең жиын болып табылады. Ал кәнекей мұқият кітабымыздың 111 бетіндегі мына тең жиындар тең бе деген тапсырмаға қарайық. Бірінші тапсырмада көлік, күшік, қуыршақ және доп бар екен. Ал екіншісінде машина, күшік, қуыршақ және де үйректің несі екен? Ойыншығы бар екен. Ал енді бұл жиындар бір-біріне тең ба? Қалай ойлайсың?
Жоқ, теңің емес. Себебі жиындардағы мына ойыншық саны бірдей болғанымен, элементтері бірдей емес. Мына бірінші жиында доп көрсетілген, ал екіншісінде үйрек көрсетілген. Яғни бұл жиын тең емес. Ал кәнекей екіншісіне қараймыз. Екі таңқурай, құлпынай және қарақат. Екіншісінде құлпынай, екі таңқурай және қарақат. Бұл жиындар тең ба? Мұқият элементтеріне қара, және де элементтерінің санына қарай қой. Бұл жиындар өзара тең. Себебі екі жиында да екі таңқурай, бірден құлпынай және бірден не? Қарақат. Тамаша. Ал енді ең соңғы мына гүлдерге қараймыз. Бөлме гүлдері, Біріншісінде 4-еу, екіншісінде 5-еу. Бірден айтуға болады. 4 гүлдер элементі жиыны 5 гүлдер жиынынан кем. Міне, жиындарды біз салыстырдық. Ал енді біз мына екі жиынды қалай бір-бірімен теңестіруіміз керек? Соны орындап көрейік. Жиындарды қалай теңестіруге болады дейді. Бірінші суретте не көрсетілген, және екінші суретте не көрсетілген, және де қандай сурет жетпей тұр. Екеуі тең болу үшін біз екінші суретке ненің суретін қоюымыз керек. Міне осы сұрақ төңірегінде не істейміз? Табатын боламыз. Ал кәнекей. Көріп отырғандай, біз екінші мына жиынға ненің суретін қоя салсақ екеуі тең болады? Мына жұмсақ орындықты қойсақ, екеуі тең болады. Тамаша. Ал енді мына орындап көр деген тапсырма саған бір жағынан үйге және де соны түсіндіріп жіберейін. Берілген жиындарға тең болатын жиындарды ата дейді. Асына қарай қой. 1, 3, 5, 7, 16. Бұл ненің жиыны? Сандар жиыны. Осыған тең жиын қандай болады? Дұрыс айтасың. Тура осы сандар жиыны бір-біріне тең жиындар болады. Ал енді тең емес жиынды қалай жасаймыз? Мысалы, ана, әке, ұл, қыз деп тұр. Не істейміз? Бұл жиынға біз бір осы жиынның элементін алып тастап жазсақ болады, немесе керісінше басқа бір осы жиынға қатысты элементті қоссақ болады, дұрыс па? Міне, мұқият түсініп алсаң, осы тапсырманы мен саған үйге беретін боламын. Жарайсың. Ал енді мына кітабымызбен жұмыстың ең соңғы тапсырмасына келдік. Қоңыздар, тең және тең емес жиындарды тап дейді. Балақай, біз бағанадан бері жиындарды теңестірдік те, тең жиын, тең емес жиын барлығын таптық. Енді осы тапсырманы орындауға саған 1-2 минут уақыт берейін, жарай ма? Уақыт кетті. Ал балақай, ендеше мына енді біз дәптермен жұмысқа көшеміз. 107-ші беттегі жиындарды салыстыру деген бетті аша қой. Ал кәнекей 2 жиын тұр. Элементтеріне және сандарына көңіл аударып, тең немесе керісінше тең емес деген белгіні қоя қой, жарай ма? Ал кәнекей біріншісіне көмектесейін. Бірінші ол мына демалысқа шыққан кезде алатын заттар жиынтық екен. Қолшатыр, шәркей, сосын көзілдірік және не? Тақия, Ал екінші жиында тура осылар, бірақ мына су ішетін бөтелке бар екен. Яғни бұл тең жиын ба? Жоқ, яғни тең белгісін былай қоясың да, үстінен сыз жібересің. Ал кәнекей осы тапсырмаға 2 минут уақыт беремін. Уақыт кетті.
Ал көп кідірмей келесі тапсырмаға бізге жай қарандаш алу керек, және де артық элементтерді алып тастау керек. Себебі екі жиын бір-біріне тең болу керек. Ал кәнекей, осы тапсырманың орында соңынан екеуміз тексереміз. Жарайсың. Ал кәнекей, бірінші мына салыстыруда ненің суретін алып тастадың? Жабыстырғышты артық екен, оны сыз тастадың. Екінші жиындарда шеңбердің суретін сыз тастадың. Әр қарай мына қардың суретінде бірінші жиында екі артық қарды сыз тастадың ба? Егер тура мен сияқты орындасаң, сенің тапсырмаң дұрыс дегенсіз. Ал кәнекей, енді біз осы тең жиындар болу үшін элементтер қосатын боламыз. Элементтерді қосып, жиындарды теңестір дейді. Кәнекей, бірінші жиындарда бізде жапырақтар жиыны берілген екен, ағаштардың неше түрлі жапырақтары. Мұқият бірінші жиынға қарай қой, және екінші жиында бар жапырақ, бірінші жиында жоқ екен. Екеуін теңестіру үшін сол жоқ жапырақтың суретін сала ғой. Жарайсың, балақай. Мен саған үйге тағы да мына тең жиындарды сызықпен қос деген соңғы тапсырманы бергім келеді. Балықтар жиыны көрсетілген. Мұқият бірдей жиындарды алып, жай қарандашпен қоса қой. Сонымен үй жұмысы саған түсінікті болды ма? Жарайсың. Біз бүгінгі сабақты енді қорытындап жүрейік. Сонымен біз нені үйрендік? Жиындарды салыстыруды үйрендік, және де тең жиын деген ұғыммен таныстық. Кәнекей, айта ғой, тең жиын болу үшін қандай шарты болу керек? Оның элементтері де және олардың саны да бірдей болу керек. Ұмытпайсың ғой? Жоқ, ұмытпайтыныңа сенімдімін. Келесі сабақта кездескенше.